Мінекеңіз біздің ең бірінші бір суткадан кейін ұстаған жылан басымыз әдемі шықты. Өркен айтшы, қалай ощущение? Вот, жігітше әдемі шықты. Чаршалды мысалы. Ануар. Әдемі сутка. Бір сутка еңбектен міне бірінші бағасы. Жолдан адам отырып новый рыбак. Тишины хочу, тишины, молчаний с холодом, легким ветром, вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы допина, тишины бежать по нестертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую. Тишины, тишины хочу, тишины, молчаний с холодом, легким ветром. Ертеңгі островқа барамыз. Рыбалка басталады. Ана не ұстап отыр? Алып кеттік па. Бұндан да ұстай бере ма сонда? Мына жігіттер өздеріңіз бар. You're my heart, you're my soul. I keep on shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel never left alone. You're my heart, you're my soul. That's the other thing I really know. Let the sweet dawn and believe in my burning heart. Beating alright, come on, open up your heart. Keep the candles burning, let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep on shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel never left alone. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Ассалаумағалейкум. Балық сүйер қауым міне. Келдік бізде жағаға островқа. Бір адам жоқ. Қазір ғана әкеп тұрып кетті.
Енді реттеліп жатырмыз, алдабай жігіттер. Жатыр дейсің ғой. Жатамыз. Со, бастаймыз қазір. Қалай кетті. Барлық Сүмкісін ана сүмкілердің арасына реттесіз шүкір. Мынаның сүмкісі қайық. Biz bu жаққа Амур үшін келдік. Ал жігіттер Амур ұстамаңдар дейді. Ана китайский сеттер ана жерден шашылып жатыр. Мына жақ Мысырдан көрінеді. Кімдерге отырса да осы. Koş. Барынша түсіреміз видео. Тек қана клёвтар түсіреміз бұйыртса. Прикол бүгін ілінбейтін сияқты. Я досмей. Давай чай айнып, көп сөйлеме. Түнімен масамен төбелесіп шықты. Мәшінеге ұйықтадық. Чай қастық. Мен жақпады бірақ. Вроде бәрі нормально. Мен қолым чалушы еді бірінші. Нормально. Bütün aman esiniz. Жүкең ерінен сүйіп кетті тұрмас. Машина қалды ана жақта. Короче, машинаны тастайсыздар. Қайықпенен осында алып келеді осында островтарға. Болды, басқа қатысыстарыңызға ешкімді әкелмейді. Өйстіп, қармақпен балық ұстап, келесі жаңа бір облыстан садақта жатыр. Басқа қармақтар келді берсеңіз, шекеу. Жүкеге көрсетіп, өрке. Жүкеге келді, жүке көрсетіп. Болмайды дейді, отыру деген әңгіме жоқ. Жұмыс, тек қана жұмыс. Екінші адам. Былтыр құйғанда мынандайын сындырдық. Сондықтан ескекті. Екі жігіт екі жақтан сықырлатып солай. Все. Клёвта кездескенше. Бисмилlah. Біздің колокольчик шешілмейді. Чымчымақ емес. Үнем орнатып тұрады себебі. Біз ұмытшақпыз. Onаны қолдан жасадық. Арматурадан тұтынанып кесіп. Уже баста бар ғой. Тишины, тишины хочу, тишины, в молчании с голодом, легким ветром вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы гоблина, тишины, и не жаль память стертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую. Тишины,
Тишины хочу, тишины, в молчании с голодом, легким ветром вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы допьяна тишины, и не жаль память стертую, чтобы осень листьями желтыми. Так бітеміз бе? Малюктар бөліп. А? Хищналықта бітеміз бе? Малюктар. Чейіндегі мына жақ. Ана жақта жоқ сияқты. Мүмкін емес. Мүмкін емес деймін. Мүмкін емес. Жетекші? Келінбейіне, ана қарық. Анау қай жер қус еді ғой. Көрейік жағалау ақыры. Мына жағалау. А? Қайсы? Білмеймін. Канистр ма жоқ не ма? Тор ма? Бас. Мына түсті көрейікші. Ағаштер территорияның кармитесін шықтық. Қамыр жоқ екен енді. Вообще қамыстың ешқандай түрі желінбеген. Таң қалып келе жатырмыз. Бұл жерде амур атаны ол көріп тұр. Өкінішке орай амур жоқ екен. Бірақ жерді аралап қайттық. Суға түсіп тұрған қамыстардың бәрі бүтін. Бірақ хищникке не қалдырып кеттік енді. Нарезкімен тастаймыз анда хищниктерге. Шашлык. Өне балық сүйер қауым. Бүгін кеселгер тек қана областап мазамыз кетіп жатыр еді. Әлі бүгін тура қазір жыланбас түсті. Шамамен 2 килограммның үсті болып қалады. 3 килограмм жоқ бұлама. Өте керемет жыланбас. Сазан түнімен 3 сазандай ұстадық, бірақ кішкентай сазанчиктер. Амал жоқ, қайта жібердік. Енді бүгін хищникке кірісейік деп тұрық. Жағалауға нарезка тастап. Солай жұмыс жасамасақ, что-то порожняк қайтатындарымыз бар. Ух ты, анда нең тиісіп шықты ма? Оралып қалды ма немесе? Түрін қарашы, жыланбас деп бекер айтпайды. Жұтып жіберген ба не? Пласка ұстатшы. Айланып өтіп кеткен ғой.
бұланы қатқан. Жоқ, вообще мен осы ғой, кешік. Кешік деген осы. Алдын көрсет чағыш. Ой, дәле ғой. Ойбай! Неге апар? Садаққа апар. Жөнде ұстап бар. А? Аналарды ма? Білмеймін, жекті. Ана, нені алып түшіп берға садық. Көтеріп. Сүріп еді ғой. Воблаларды шығаршы. Сазанчик деп бар еді ғой ішінде. Жоқ, көтересіз. Байланып тұрма не? Екі шығарып аған осындай бір. Өңшең нелер әкен, майда шиделер. Сазанчик бар ішінде. Екеу ғой. Шық. Шығар. Сазанчик деді, шығар. Сазанчик. Екі сазанчик ба? О! Бә. Мынау сазанчик мынау. Мынау сазанчик. Қаландар болды. Сазанчиктер жібере салдық. Жібере саламыз біраздан. Кетеді. Өліп қалған бобла бар ма? Мынау дохуй. Соның арестіға жіберші. Алғандар кіресе. Уха жасайды осы бобламен. Да. Көрдіңдер ма? В общем, вобланың несі болды ғой. Кешке дейін вобла түседі. Қанша вобла, қанша түйірістер. Сазан болмаған. Нормально балық болмағаны настроение да құрыды. Көңіл күйде түскен, айтсай. Бірінші рет кеп тұр ғой. Бірінші рет жыланбас хищник көріп тұр. Бүйірсін енді. Жоқ дегенде қос жыланбастан алып кетейік та. В общем, балық ұстап жүрген историяда бірінші рет дейсің қолға. Жолда уқа жасаймыз дейміз, жасай алмай жүредік мұны. Уқаға кірісіп жатырмыз. Мына басы пен құйрығын бөлек парта дейсің, е? Бірінші пісіріп алады, сосын барып, ана денесін бөлек пісіреді. Сондай бірдеңесі бар. Енді оны біз білмейміз. Бұйыртса, уқада уқа жеп атқанда көресіз. Биыл енді мына жерде білмеймін енді. Балық жоқ па, жоқ әлде, сазан жоқ па, жоқ әлде. Жоқ әлде мына полнолуния дейді ғой, орыс. Әкелеріміз айтады ғой, полнолунияда балық түспейді деп. Может, содан ба, бірақ хищниктен екеу ұстадық, жыланбас. Екі. Өлдім, өтірік айтпасам бір 5 килограмм шығарана сазандар, е? 5 или 7 килограммдық сазандар. Екеуі де күрчок сындырып кетті. Сындырып шығып кетті кәдімгі. Қалмағы көп енді, өте көп өйткені күрчоктар сындырып кеткен қақ ортасынан. Сонымен пока Палтарадан 2 сазан бар. 3 килограммдық бір жыланбас бар. И бір смело. Ана кіші жыланбас. 1,5 килограмм жыланбас. 2 килограмм, 2-ден асады жыланбас. 3 килограмм болады. Ама шамамен. Примерно. Шама. Сондай жыланбас. И 2 сазан бар. Палтарадан 2 сазан. Пока енді бүгін целый ден осындамыз. Ертең бұйыртса енді ертең жолға шығамыз. Амин. Бұйыртса. Бір қармақ сындырдық. Короче, мен ойым солай. Мына судан енді өткізу мүмкін емес, қайықпен әкемесе. Құдай біле сон мұз еріп атқан кезде көктемде осы аралдарға кіргізіп жібереді. Содан жататын сияқты жаздай осында. Примерно, менің ойым. Мынандай судан мүмкін емес. Мына екі жігіт чомыламайды. Жігітше айтамын, чомыламайды екеуі. Екеуі мұнда тастап жіберсең болды ғой, қысқа дейін жатайын деп тұр. Қазір қайықпен жүземіз, көреміз.
қаншалық шомылатынын тексеріп көреміз. Бір жігіттер бұзылып кеткен дейсің ғой. Қалжыңдаймын. Иә, қалжың. Все, онда уқа ішкенде кездесеміз, міне. Біздің өркеш жасап жатыр. Уқаның мастері ғой. Ондай уқа жасай алмайды ешкім. Короче. Все, жігіттер. Просто мына жер Буры Байтал деп айталады. Байтал. Буры Байтал деп бұрыласыздар. Балқашқа жеткенде. Жетпей Балқашқа. Ақкөлден өткеннен кейін Буры Байтал деп картада жазылады. Оңға бұрылғанда Балқаштың басы. Осы жерге келесіздер, сол жерде жігіт бар, Сека деген, Серік деген жігіт. Соған мінесіздер, короче. 20 000 теңге бір остров. Міне, осы островты алдық біз. Бірақ енді өкінішке орай сазаннан аз болып жатыр. Негізі біздің поклевкада 5 минутта, 10 минутта бір сазан болады, бірақ бұл жолы өте аз болмай тұр. Полнолуния деп бір досым бірдеңені айтып еді, ұялып жүрмейді. Міне осы островта жатырмыз, ешкім жоқ. Не свет жоқ, бірақ связь ұстайды. Шүкір. Келіңіздер, демалыңыздар. Души. Нурик деген, Нұрсұлтан деген жігіт. Жүкеде қоямыз. Бізбен бірге алғашқы рет келіп отыр, көріп отыр, демалып отыр. Мына жақта ылғал. Кешке қаратай отырсаңыздар, кешке бір видео жасаймын бұйырса. Мына шашыңыз бар ғой, душқа түсіп шыққандай болады ғой, бүйтіп қайыр. Кеше көрдің ғой жүке? Шаш деген кәдімгідей ылғалды. Прем кәдімгідей ылғалды. Дымқыл. Түнде ұйықтап атасыз, оянсаңыз кәдімгі теріліп атқан адам сияқты болып атасыз. Өйткені ылғалды, өте дымқыл. Бірақ енді ауасы тамаша, керемет. Мына жерде енді жаяу қалсаңыз еш уақытта жағаға шыға алмайтын. Өйткені қамыс деген масқара. Қамыстан шығу мүмкін емес мына жерде. Бірақ тамаша, керемет. Керемет жерлермен танысып отыр. Ал жақсы. Отыр. Жалаң аяқ отырсыз. Шеш. Айттым ғой. Әкел. Әкеліп қойды. Қазір келесіне жуанына қайтадан кейін. Дүниеден кіресің ғой, балшыққа. Bismillah, қайдақ. Соқтан бұрып қармет етпейміз. Жігіт. Анан бір көріп қайтамыз бақ шешінекті. Бағана камераға түсіріп үлгермедік. Бір жылан бастадық. Былтырға дептім ғой. Алдыңғы күнгі кешегі немізді. Жылан бастадық. Кешегі Малькалев. Жай, братан дейді. Енді біз үйреніп қаламыз ғой қомақтымызға. Апыр-топыр қомақ жұмыс деп үйреніп қаламыз. Күшпенен. Енді мына жерде амур жоқ екен. Барынша тырыстық, іздедік. Қамысты майыстырдық, салдық. Бірақ өкінішке орай амур жоқ. Сондықтан хищниктерге жасауға тырысып жатырмыз. Екі хищник ұстап үлгердік. Екі сазанды жіберіп алдық. Өте үлкен. Себебі ондай сазандарға біз әлі улов жасап көрмегенбіз. Сондықтан жіберіп алдық. Күрчегіміз сындырып кетті екеуінде. Осында ма еді? Кеш батып қалды. Бағана кеп ертең істеп бір чорта алып кеткенбіз. Міне. Осыдан бағана бір чортан алып кеткенбіз. Мынау қисық кетіп барады. Досым, артын итеріп жүр,
міне хищнолов деп қоямыз. Бұны орысшалап хищник ұстайтын жоқ екен әлі әзірге салып кетеміз. Пошел, чиби! Ты здесь не хозяин, я хозяин. Ты много на себя не вели, Дон. А? Бол, еспе. Не дейсің? Все? О, мынандай кашаны қарасаң емес. О, шіркін. Өзің жегің келіп кетеді тура. Давай ес. Барғаннан қарасаңыздар. Оңай емес балық аулау, да? Кормить етесің. Бұлардың көңілін табасың аушылар. Дәріздегі әйелі айтқан. Нуатырын дейсіз. Балшық, лай аяқтың бәрін аққа. Мына жерде Бурғайталда екі залив. Пролив пе? Қалай жазып орыс? Пролив деймі? Біз соның екіншісінде отырмыз. Бірі арғы бетте, бірі мына бетте. Өкінішке орай клев деген мүлде нөл десек болады. Әйтеуір өзіміздің күшімізбен, қырағылығымызбен әйтеуір ұстап жатырмыз. Ұстадық. Тағы ұстаймыз. Шамамен азам болмаса. Хищник. Суан басталды. Ұстап тырысып жатыр. Көрсеттік мұнда. Ана жерде канистр, ана баклажка тұр, ортада сетік тартылып жатыр. Таңертеңгісін келіп браконьерлер соны жасап кетті. Қазір соны көре кетеміз. Видеомен бөлісеміз. Әрине ары қарата өздеріңіз таразылап аласыздар. Қалай болған. Бисмилля. Скороспен кетіп бара жатырмыз. Хищникке қармақ тастаймыз, нарезка тастаймыз. Сомға, жыланбасқа. Бұйыртқанын көреміз. Жыланбас бар екен. Бағана ұстадық екен. Оны мен камераға түсіріп үлгермедім, себебі андай камера қосылып болған жоқ болған, настроение 0 болған. Содан жатқамыз, аяғы түсті, жыланбастар. Енді өзіңіз ойлаңыз, қандай цивилизацияда жүріп балық ұстамау деген қандай жағдай. Яғни бұнда екі вариант бар. Біріншісі жаңағы полнолуния дейміз, орыстарда. Ай толған кезде балық түспейді деген жорамал бар. Екіншісі, мына жерде тоқпен және тормен балықтың көбісін жойып жіберді деген үміт бар. Енді оны әрине біз дөп басып айта алмаймыз. Өздеріңіз білесіздер, жүкі. Сондықтан енді біз көзіміз көргенген тәжірибеге үйреніп жатырмыз ғой, себебі өйткені тор өте көп. Жаңа свежий торды көрдіңіздер. Бітімде су кеуіп те үлгермеген. Күні бұрын біздің алдымызда ғана біреу келіп құрып, соны жинап алып кеткендей. Мүмкін осы жердің иелері өздері істейді, болмаса браконьерлер бар. Осы ауылдан, Төңіректі ауылы бар екен. Бурғайтал деген. Сосын тағы қандай бір ауыл бар? Тағы бір ауыл бар екен. Содан келіп істеп жүр, болмаса. Бурғайтал, Байтал деген. Оны белгісізден сіздерге нақты мәлімет бере алмаймыз, бірақ дегенмен бір тор салғаса, бәленбай килограмм, бәленбай келі балық ұстау мүмкін. Сондықтан мында тастайық. Абада. Мұнан бәр кезінде ұстап қамыстар. Кезінде осында біз сияқты рыбақтар тастап кеткен досым. Сондықтан
Оған таңғалудың қажеті жоқ. Боғланы аламыз. Боғла өзі көп шыдамайтын балық негізі. Ойбай, мынау ашылмайды. Аштым. Біз 4 тал жасақ бөліп, соны бұйыртса салып бөлеміз. Мүмкін ертең нәтиже беріп қалар, досым. Не сомға, не жылан басқа. Бұны біріншіден өте қатты терең тастауға болмайды. Екіншіден мен дұрыс жасап жатырмын. Мен дұрыс жасап жатырмын, бұрыс жасап жатырмын, оны анық білмеймін. Себебі мына қараңыз. Мына қайдан келеді? Ойбай, мұнда бірдеңе жасау. Көрдің бе, байлап қойған ғой. Ойбай, қорғар. Маневр! Балқаш! О!